Сәлем достар, біз бүгін алмалы пирог, шарлотка дайындайтын боламыз. Оған бізге алма, жұмыртқа, ұн, сары май, разрыхлитель, қант және құралдар керек болады. Бірінші 5 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстінен қантымызды қосамыз және де жақсылап тұрып араластырамыз. Содан кейін үстінен еріген майымызды саламыз осылай. Оны да жақсылап тұрып араластырамыз. Біркелкі масса шығуы керек. Комочектер болса, осылай езіп әдемілеп араластырыңыздар. Содан кейін үстінен ұнымызды жайлап қосып отырып, осылай араластырамыз. Комочек ештеңе болмауы керек, әдемі біркелкі масса шығуы керек. Бұл жерде ұнға разрыхлитель алдын ала қосылған. Сол үшін ұн плюс разрыхлитель массаны осылай салып жақсылап араластырамыз. Содан кейін алмаларымызды осылай әдемілеп кесіп аламыз. Майдалап кессеңіздер жақсы болады. Қатты ірі қылып керек емес. Осылай барлық алманы кесіп, жаңағы массамызға саламыз. Массамызды жақсылап тұрып араластырамыз. Прям үстінен, астынан көтеріп отырып, әдемілеп біркелкі қылып тестаны араластырып шығамыз осылай. Содан кейін осылай формамызға саламыз жаңағы тестамызды әдемілеп. Бетін осылай әдемілеп тегістейміз. Содан кейін үстіне осылай әдемілеп форма қылып кесіп алмаларды қойсаңыздар болады.
сосын 180 градус пешке 50-60 минутқа пісіруге жібереміз. Мінекей бізде 50-60 минут өтті. Пирогымыз дайын болды, міне пісіп шықты. Суытамыз әдемілеп. Суығаннан кейін үстіне сахарный пудра, то есть қант ұнтағын осылай әдемілеп сепсеңіздер болады. Ас болсын, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.